Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін қандай ғылым зерттейді? Жер бетінде ежелгі адамдар қашан пайда болды? Саналы адам қашан қалыптасты? Алғашқы адамдар топтасып өмір сүрді ме? Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Осы сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Алғашқы адамдардың қаңқа сүйегін зерттейтін ғылым қалай аталады? Адам қаңқасының шығу тегін зерттейтін ғылымды антропология, ал оны зерттеушіні антрополог деп атаймыз. Жер бетінде ежелгі адамдар қашан пайда болды? Жер бетінде адамға ұқсайтын тіршілік иелері Африка мен Азияда пайда болған. Тарих ғылымында оларды гоминидтер деп атаған. Бұл адам тектес деген мағынаны білдіреді. Гоминидтердің дене бітімдері адамға ұқсағанымен, олардың қоныстарынан еңбек құралдары табылмады. Австралопитек латын тілінен аударғанда австрало оңтүстік, питек маймыл адам, яғни австралиялық маймыл адам деген мағынаны беретін сөз. Австралопитектің миының көлемі 600-650 текше сантиметрді құраған. Қолы дамып, жетілген, бас бармағы мықты болған. Олардың қоныстарынан пайдаланған тас құралдары табылды. Адамның келесі даму сатысы тік жүретін адам. Оның өкілдеріне питекантроп, яғни тік жүретін адам мен Қытай адамы синантроп кіреді. Қазақстанда палеолит дәуірінде өмір сүрген адамдар питекантроптың замандастары болған. Питекантроптың ми көлемі 1000 текше сантиметр болған. Олар әртүрлі тас қару-жарақтарын пайдаланған. Синантроптар оттың пайдасын білді. Питекантроп пен синантроптың бел омыртқасы мен тізе сүйегі тік жүруге бейімделген. Қолы мен аяғы қазіргі адамдардікіне ұқсас болған. Бірақ бас сүйегінде елеулі айырмашылық бар. Питекантроптың жақ сүйегі үлкен, маңдайы жазық және желкесі шығыңқы болған. Батыс Қазақстандағы Шақпақ-Ата, оңтүстіктегі Тәңірқазған мен Бөріқазған тұрақтары сол кезеңге тән белгілі археологиялық ескерткіштер қатарына жатады. Қазақстан жерінде алғашқы адамдар осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болған. Әрине, алғашқы адамдардың қаңқа сүйектері біздің жерімізден табылған жоқ. Бірақ олар пайдаланған еңбек құралдары мен тұрақтары көптеп табылды. Ежелгі адамның тағы қандай түрлері болды? Питекантроптың орнын ежелгі адамдардың біршама дамыған түрі неандерталь адамы басты. Неандерталь адамы ағашты, ірі аңдардың сүйектерін, аң терілерін пайдаланып баспана салды. От жағуды, ағаш, тас құралдарын пайдалануды, малдың, аңның терісін киім ретінде киюді білді. Неандертальдықтардың қоныстарынан жерлеу ғұрпы сақталған зираттар табылды. Саналы адам қашан қалыптасты? Бұдан 35-40 мың жыл бұрын ойлау қабілеті жоғары дамыған саналы кроманьондық адам қалыптасты. Оның дене бітімі, тұрпаты қазіргі адамға ұқсады. Кроманьондық адамның бойы ұзын, маңдайы жазық болды. Кроманьондықтар Қазақстанның барлық аймағына таралған. Алғашқы адамдар қалай өмір сүрді? Адамдардың алғашқы бірлестігін шартты түрде тобыр деп атаймыз. Алғашқы адамдар топтасып, тобыр болып өмір сүрді. Бірге аң аулап, жыртқыш аңдардан қорғанды. Тобырлар бір жерде ұзақ тұрақтамаған. Олар жеуге жарамды өсімдіктері мол, жануарлары көп аймақты іздеп, бір жерден екінші жерге көшіп жүрді. Бір тобырда шамамен 30-40 адам болған. Тобырдың құрамы тұрақты болмады. Бір тобырдан бөлінген адам басқа тобырға барып қосылатын. Адамдарда туыс деген түсінік қашан пайда болды? Адамдар тобыры бірте-бірте туысқандық ұжым саналатын руларға бірікті. Рулық қауым алғашқы адамдардың туыстық жағынан бірлесіп өмір сүрген тұрақты ұжымы. Алғашында ру ішінде аналардың беделі жоғары болған. Олар көбіне үй шаруасымен айналысқан. Кейін ру ішінде тәжірибесі мол қариялардың беделі арта түсті. Руға қатысты маңызды мәселелер жалпы қариялардың қатысуымен жиналыста шешілетін болды. Ру мүшелері жасаған еңбек құралдары барлығына ортақ болған.